Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгін мампар тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдымен етімізді орташа көлемде етіп турап аламыз. Бұл мендегі сиырдың еті, негізінде кез келген еттің түрі бұл тағамға үйлесе береді. Және де грамдарын, қанша қосылатыны барлығын описание бөліміне өлшеммен жазып қоямын. Сол жерден қоспасын көре аласыздар. Етімізді турап болды. Қызып тұрған майға қуырып аламыз. Содан соң пиязымызды да ұсақтап турап қуырып аламыз. Етіміздің суы шығып, жақсылап қуырылып болды. Міне енді пиязды салып жатырмыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Келесі кезекте сәбізді де жұқа етіп тураймыз. Міне видеодағыдай етіп осылай тураңыздар. Сәбізді қостық, кішкене араластырамыз. Содан соң барып қызартқыш, яғни томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып 5 минуттай қуырамыз. Міне қуырылып болды. Енді жақсылап араластырып аламыз бір рет. Содан соң барып суын құямыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Енді бетін жауып 40 минуттай қайнатамыз. Міне бізде қайнап шықты. Осындай сорпаның дәмдеу үшін қоссаңыздар болады. Және де зираны қостым, дәм береді. Бетін жауып, астын баяу отта қойып қайнатамыз. Картоптарымызды турап дайындап қоямыз. Кішкене қайнап біткеннен соң картопымызды саламыз. Міне бізде сорпамыз қайнап жатыр. Енді картопымызды саламыз. Дәмін көріп қойыңыздар. Осы жерде егер тұзы аз болса, қосымша тұз салыңыздар. Бетін жауып, астын баяу отта қойып қоямыз. Енді қамырын елейміз. Ұн, тұз, жұмыртқа және де суды қосып қамыр елейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. Міне 10 минут демалды. Тағы да бір қайтара елейміз. Қамырдың июі қануы керек. Осылай видеодағыдай етіп жақсылап елеп, тағы да бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың июі қанып, әдемі болып тұр. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Жұқа етіп жаймаймыз. Бұл тағамның қамыры кішкене қалыңдау болады. Міне қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Енді кесіп шығамыз. 4 бұрышты етіп кесеміз. Үлкендігі, кішілігі өзіңізге байланысты. Қатты кішкентай немесе қатты үлкен болып кетпеу керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұл қамырды жинап, бір ыдысқа салып, қайнап тұрған сорпамызға қосамыз. Қамырдың құрамында жұмыртқа болғандықтан
езілмей әдемі болып піседі. 10 минуттай қайнатамыз және бетіне қамыры шыққан уақытында ол пісті деген сөз. Міне бетіне қамыры шықты, енді 5 минуттай кішкене қайнатамыз. Содан соң барып мампар тағамымыз дайын болады. Мампар тағамы дайын болды. Бізге және жолдасыма қатты ұнады. Сіздер де жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған жансая ас болсын.